Тікелей эфирдегі әдепсіз әрекеті үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған қолданушы ескертуге құлақ аспаған. Желіде Золотая женщина лақабатымен танылған Байзақ ауданының тұрғыны балағат сөздер қолданғаны үшін бірнеше күн бұрын жауапқа тартылған болатын. Алайда ескертуге қарамастан ол тікелей эфирдегі әрекетін жалғастыра берген. Дәрігерлер тексеруінен кейін стример облыстық психикалық денсаулық орталығына жатқызылды. Ескертулер мен профилактикалық шараларға қарамастан стримердің әрекеті тоқтамаған. Тікелей эфирлердің бірінде ол кәмелетке толмаған балаларына қатысты да балағат сөздер айтқан. Осыған байланысты полиция, қорғаншылық және қамқоршылық органдары мен өзге де мүдделі қызмет өкілдері балалардың тәрбиеленуі мен тұрмыс жағдайын тексерген. Жедел медициналық жәрдем бригадасының қарауынан кейін 41 жастағы әйел мамандандырылған медициналық көмек алу үшін Жамбыл облыстық психикалық денсаулық орталығына жатқызылған. Ол өзінің кәмелетке толмаған балаларына да қатысты балағат сөздер қолданған. Полиция, қорғаншылық және қамқоршылық органдарымен басқа да мүдделі қызметкерлердің қатысуымен балалардың тәрбиеленуі және тұру жағдайлары тексеру жүргізілді. Қазіргі уақытта балалар әкесінің қарауында.